причиналар бар деп ойлаймын. Мен өзім тарапымда айтсам, бізде мен жаңағы алдындағы ақпарат шықты, анау шықты, өзім миымда ми ашу болды, өзім настроение болмай жүрді. Сосын мен өзім анам келген болатын Шымкенттен. Сол кісімен 2-3 күн уақыт өткізген болатын. Мен сағынып қалғанмын, уже Алматыға келгелі бері ол кісімен көрген жоқпын да. Өйткені анам қазір бір өзі болды Шымкент қаласында. Енді алдында ситуациялардан кейін уайымдап келгені бар. Келмеңізде сенде келіп алған сол кезде. Сол кісіні күтіп алып, түнде келді, ертесінде бірге жүріп, жаңа торговый центрге барып, бірге аралап сөйтіп, 2 күн уақытым өткен болатын. Дариға айтқам негізі, ол кісі дұрыс түсінді. Иә, дұрыс, анаңызбен жүрген дұрыс қой, уайымдады. Сол кісінің көңілін аулаңыз деп айтқан болатын. Рахмет түсінгеніңізде. Иә, негізі сол демалыс күндері бірге боламын деп солай ойлағам негізі. Бірақ енді сол бір жұмыс болсын, кездесу болсын, соның арасында бір кездесуге уақыт табылмағаны таңғаларлық. Иә, уақыт келмеді. Вообще мен кеш наяқтан шығам, одан кейін жұмыстарым ар жақта бармай жүрдім ғой мен жұмысқа. Ол жақта жұмыста түнге дейін отырып қалдым, 1-ге дейін, 2-ге дейін отырып қалам. Бұл кісі өгізі ұйықтап қалады дегендей. Азанда может жолығамыз еді. Дариғаның өзін тыңдайық. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Иә, бізде кездесу болған жоқ. Ғалымжанның арқасында дейін ба? Ғалымжанның кесірінен кездесу болған жоқ деп жатсыз ба? Жоқ, Ғалымжанның енді қолы тимей кетті қатты. Ал сіздерде хабарласып, жағдайыңызды сұрап, бір уақыт сәйкес келмеді деп айтып жататын еді, ең болмағанда. Шақырып негізі болды ма? Бір рет болса да. Баласаған, айта кетсем ол ма енді осы? Ау, иә жалпы. Үміткер бола тұра өзгеге бүйтіп көңіл бөлуге уақыт табылады, өзгеге киноға шақыруға уақыт табады, тәтті әперіп көңілін табуға уақыт алады да, бірақ үміткеріне уақыт таба алмайды ол. Қалай ол негізі? Уақыт дегенде біз осы жерде жүріп қой Жамболат. Енді киноны сыртта көресіңдер ме, осы жерде көре алмайсыңдар? Киноны мен қай кезде шақырдым? Қай кезде шақырдың? Үміткер бола тұра шақыр. Жоқ, ол кезде үміткер жоқ еді менде. Тәттілер ше? Тәттілер бәрің жеп жүрсіңдер ғой? Жоқ, енді маған келген тәттілер не только сендерге, мен әпкелерге де беріп жүрмін мысалға. Жалғыз ғана бір адамға емес қой ол жерде. Енді солайынан көңілді басқа жаққа бұрсаң қаяқтан уақыт табасың? Қашан шақырдың киноға? Сен жоқ кезде шақырғам. Қашан? Сен қашан келдің мысалға? Оның алдында бұл кісі Ханзада кезінде келген. Сол кезде шақырдың ба? Оның темасы не үшін қазір шығып тұр сонда? Ау? Онда ол бұрын шақырдың ғой сен киноға. Онда не үшін қазір шығып тұр ол тема? Шақырды деген сөз. Ал жауап беріңіз. Мен просто кішкене ауырып қалдым да. 3-4 күн эфир көре алмадым. Сол үшін мен түсінбей тұрмын не болып жатқаны. Иә, Ғалымжан, түсіндіріп айтып берсеңізші. Енді ол шапта алдын болған нәрсе ғой. Мен айттым ғой сол кезде, кімде кім болсын, менің өзім жерлесім болғаннан кейін сыйластықпен бізде общий танысымыз бар, алыс емес дегенде ғой. Менің інілеріме жақсы араласады дегенде. Сол кезде бір қолдау ретінде жаңағы осы жерге келген кезде қолдау көрсетім келген болатын. Енді жаңадан келгеннен кейін. Ол кезде Дариға жоқ дейсіз ба? Ол кезде жоқ тұғын, иә. Бірақ тәттілерді мен беріп жүрдім ғой. Оны растаймын мен бірақ. Жоқ, осыны Баласағаным. Баласағаным, неге өтірік айтып жатқанын түсінбедім Ғалымжан, бірақ ол кезде үміткері бар еді. Үміткері бар еді дейді. Дариға ма еді? Иә. Бір апта бұрын. Білмеймін. Әйтеуір үміткері бар еді бірақ. Жоқ, Баласа ханым, қайырлы күн. Бәріміздің есімізде шығар, иә, бұл кісіге үміткер келген күні Назым қатысушы болып келген болатын. Ана жақтан келіп, мына жерге Назымға бір әңгіме айтып, Ғалымжан сөйтіп кеткен еді ғой, барлықтарыңыз есімізде болса. Бір өтірік айтып тұрған сияқты, үміткерім жоқ кезде Назымды шақырдым деген секілді. Иә, сырласудан келіп, мына жерге келіп, Назымға бір андай өзінің бір жылы лебіздерін білдіріп кеткен болатын. Өте дұрыс айтасыз, енді есіме түсті, тіпті, иә, осы қорғызындай деген сөздер айтылған жоқ па осы жерде, иә? Иә, Ай, Ғалымжан, сіз бізді адастырайын дедіңіз ғой. Енді көрдік қой енді. Енді бір қолдау көрсетейін деген мақсатта болды. Негізі артық ой. Мәселе ода емес, мәселе бұл кісілердің келген күні бір күн болып тұр ғой. Жоқ, ол кезде басқа қыз келген еді маған. Басқа қыз беді? Басқа, иә, басқа шашы қысқа қыз келіп еді ғой. Сол күні. Мен сырласуға кіріп кеткен кезде... Ай, сізге жарайды, Баласа ханым, басқа үміткер болса үміткер шығар, бірақ та барлығымыз байқаған шығармыз, негізі Ғалымжан ана жақтан келіп,
Назым бірден көзіне түсіп, тіпті ар жақта жарнамаға шыққан кезде де Назым туралы сұрап, бірден көзі жайнап кеткен, мен, мне кажется, барлығы көрді оны. И даже бұл үміткер келмей тұрып, бұл кісінің ойым Назымға кетіп қалған сияқты болып көрінеді. Иә, баласы ханым енді Иә. кеше Шерхан айтты ғой, анау мына орындықтан ортаға қойсақ деген сияқты. Иә. Бұл жерде енді шынымен де мына орындықты қою керек сияқты. Өйткені менің ойымша Ғалымжан аяқта Назымның киімін аңдып көрдіңіздер ме? Уже үшеуінің киімдері бірдей болып тұр да. Не деген интуиция деймін да, наушы. Одан кейін аяқта байқап жүріп қой, негізі Ғалымжан ол сияқты перизатпен басында видео түсірді, басқа да қыздармен видео түсіріп, жақында араласып сөйтіп жүрді. Ал негізі шынымен ғашық адам, шынымен махаббаты ашылған адам қызға дұрыс жақындай алмайды негізі. Біз Ғалымжаннан не байқап жүрміз? Назымға қарай тіке қарай алмайды ғой. Назымға қарай тіке қарай алмайды. Өзіміз енді ғашық болған адамбыз ғой. Сол қатарынан, сол тараптан айтып жатырмын да. Уже Ғалымжан егер де үміткеріне шынымен де бір кездескісі келсе, любой адам уақытын табады негізі. Ал ойында басқа адам, жүрегінде басқа адам, ол қалай басқа адаммен кездесе алады деген ой ғой. Баласа ханым. Абылай ханым, Нұрдәулетке жауап берсем. жауап бересіз бе, жауап беріңіз. Нұрдәулет айтып жатыр ғой, ғашық адам тіке қараймайды деп. Наоборот, ғашық адам болса, күніге қасында болғысы келеді, сөйлескісі келеді ғой. А мен басында Назым келгеннен кейін артық әңгіме болмасын деп, қызға қарай артық сөз сөйлемей ақ қойсыншы деген мақсатта, мен одан кейін басында енді 3-4 күн сол кезде жақсы былай сөйлесіп осы жерде жүрдік қой. Одан кейін ары қарай енді қатысушылармен араласып кетті деген әңгіме бар. Одан кейін мен жақынаған жоқпын, сөйлескен жоқпын. Жоқ, мен түсінбей Бұл былай ғой, Нұрдәулет. қазір Абылай, бір минут. Мен түсінбей тұрғаным, сонда біздің қасымызда перизат өтірікші болып тұр ма? Жоқ, былай ғой, Кешегі Нұрдәулет. айтылған сөз сонда. Қазір мына жақта маңызды нәрсе отыр Абылай. Кеше мысалы перизат айтты ғой, ұнатамын деп айтты деген сияқты ше. Сол нәрсе сонда жабылып кетіп тұр ма? Кешеде талқыланбады да сол нәрсе. Ал, Перизат. Перизаттың өзі дұрыс естімеген болып тұр ғой бұл жерде. Баласа ханым, мен дұрыс естідім. Ладно, пока өтірікші бола берейін, бірақ в будущем мы все увидим. Перизат, бұл жерде Перизат өтірікші емес негізінде. Бұл жерде қалай айтты, солай болып жатыр ғой негізі. Бұл жерде Ғалымжанда мәселе. Ғалымжан білесіздер ғой, иллюзионист, фокусник деген сияқты. Бәрімізді былай жынды қылып жібереді мына жерде, әңгімемен бұрмалап деген сияқты. Мен өзім шатасып отырмын мына жерде қазір. Қай кезде негізінде шынымен де үміткер бар кезде бұл әңгіме қозғалған еді. Шынымен де қазір мына жерде өзіміздің арамызда обсуждать етіп жатырмыз да Ғалымжанның істегенін. Олай керек емес деп ойлаймын. Бұл келген үміткерде әдемі, бой десе бойы бар, түр десе түрі бар қыз ғой негізінде. Неге көңіл бөлмеске деймін де Ғалымжаннан тікелей сұрақ. Немесе сен ашығын айт, Назымға сезімің болса, мына жерде Назым жоқ дейді, сен де жоқ дейсіңдер. Сендердің сценарияларыңды білеміз ғой. Ертең ақыр соңына келген кезде қосылып қайттан соған нақты жауап берсең, сезім бар ма? Үміткерің де әдеміміз ғой, неге көңіл бөлмеске? Менің сезімім ешкімге жоқ. Бұл жерде Дариғамен таныстық болып жатыр бізде. Телефонмен де сөйлесіп тұрамыз. Бұл кісінің тарапынан да негізі уақыт болмай қалады. Менің тарапымнан да екеуміздің уақытымыз келмей қалған күндер бар. Не үшін? Өткен алдында болған ситуация бар. Маған ол давка болатын болды. Жігіт болғаннан кейін андай болып жатқан кезде ол істемеген нәрсені істет деп жатқаннан кейін мен өзім ойланамын. Мысалы үйдегілер уайымдады, одан кейін вроде ғана кеше ғана мама келіп кетті, бәрі дұрыс болған еді, сенде мен кетіп қалғаным қайттан басталып отыр ғой балам деді. Не болып жатыр өзі, ол кісі уайымдады деген сияқты ғой. Шапсағаннан кейін тағы жаңа кешегі ақпарат шықты ғой бізде. Ғалымжан дұрыс айтады да, давка болып жатыр дейді да, бір минут. Кешегінде, например, давка болып жатыр. Бұл дәл қазір Назымнан отказ аламын деп уайымдап отыр. Потому что кеше мына жерде отқан уақытында Перизаттың тарапынан сен айттың ғой сондай әңгімен деген кезде Ғалымжан тұрып, бүгін керек емес еді, оны айтып деген сөз Ғалымжанның тарапынан болды. Жоқ, негізі айтайыншы, отказ алам деп. Айтасыңызшы, бұл отказ алам деп қорқып отқан жоқ. Маған сөз бермейді, Нұржан, ренжімеші, иә? Негізі мына жерде Абылай айтып отыр ғой, үміткерге көңіл бөлу керек деген сияқты. Енді сен өзің бірінші үміткеріңді қарқып алса, кеше ғана недовольны отыр еді ғой. Одан кейін мына жерде үштік туралы әңгіме айтып отқан адамдарға таң қалып жатыр. Нұрдәулет пен Айдана бұл үштіктің көшін бастап тұрған адамдар ғой. Одан кейін Ғалымжан мына жерде адам сияқты айтып жатыр, мамам келді деп. Сосын Абылай жаңа сен үміткерге көңіл бөл дейсің да, қалай бөледі? Ол жерде сен проблемаңды шешіп, настроениесі болмағандықтан, настроениесі жоқ адам, өзінің состояниесі жаман болып тұрған адам үміткерге қалай көңіл бөледі? Сондықтан да мына жерден дұрыстап бірінші түсініп алыңыздар деп айтқым келеді. Сосын Назымға келетін болсақ, Назымның өзі повод беріп жүр, өзі қайта-қайта тикток түсіріп жүр, күлімсіреп қарап жүр, көз қарасын көріп жүр қой енді бізде. Егер қызға ұнамайтын болса, қыздың өзі сразу отказын беретін еді. Сондықтан да Ғалымжан жерде видный жігіт болған кейін өзі де үміттеніп жүр деп. Дұрыс, баласаған. Бір клубника тағдырын шешіп берді сен Шолпан. Бір галаны қолдаушылар, бір клубника жіберген ақ періштесі болып шықтың ғой. Сен ешкімді қолдамайтын адам едің ғой, не болды саған?
мен Ақша берсе не болады екен деп ойлап сен, отырмын енді. сен басың жұмыс істейтін болса, ол клубника не үшін келді? Мен қолдап жүргенім үшін келді. Мен Иә? алдында да осы жерде шындықты айтатын адам. Сен неудачник деп айтқаннан кейін сен қалай қолдады олар? Тыңдай біл. Ғалымжан осы жерде шынымен де жұмысы жоқ кезде мен айтқан болатынмын, жұмыс жаса деп. Жұмыс жасап, қазір жақсы жігіт болып жүр, спокойно барлықтарыңа қарағанда осы жерде сабырлы, нағыз ер байсалды жігіт болғандықтан барды бар, жоқ. Болды, мақтады. Құрметті Ғалымжанның қолдаушылары, қана фруктовый корзина жіберетіндей қолдау болды мынау. Фруктовый корзина жіберіңіздер мына қолдауға. Негізі айтады екен деп қолдай беруінде қажет. Мына жерде Енді Ғалымжан сияқты болмасаңдар, Хорошо. мына жерде соны айтыңдар. Хорошо, енді я дедік қой енді, ой бұл кісіде. Айтып адыр ғой, кім етей? Жанболат айтып адыр ғой, жоқ деп отказ алып қалады ғой, қорқатын сияқты деп ше. Жоқ, Ғалымжан негізі андай соперниктерін азайған күтіп жүр. Негізі Назымға қарай біздің 4 жігіт, мен қазір атын атап берейін, Саддаулет видео түсіріп жүр, Шерхан видео түсіргісі келді, түсіре алмай қалды. Кеше Нұрсұлтан енді ол неден шығып кетті. Одан кейін енді осы екі жігіт өзінің сұлулығымен, одан кейін барлық сұлулығымен бәрінің өзінің миын улап отыр да, сен Назым, сен айту керексің. Жігіттер, біз жобада отырмыз, әрқайсымыз үміткер күтіп отқаннан кейін контентті жинастырып қойайық, видео түсірмейік деп айту керек та. Бұл бәріне видео түседі, анамен түседі, мынамен түседі. Одан кейін біздің жігіттер енді сұлу қызды көргеннен кейін әрбір жігіт ғашық болып қалады деп ойлаймын. Одан кейін сол үшін сұлулығына мастанып жүр жігіттер, мас болып қалды деп ойлаймын. Сіз де сынып отырсыз ба? Жоқ, менікі мына жақта. Қазір саяқ сылдыратып жібересің, қой айналайын, мына жақта отыр. Айға естіп қаламын қазір мен. Жоқ, балауса ханым түсінбеймін да, бұл. Назым, успокойся. Орыс деп қойсаң, орысша сөйлеп жүрмін соңғы кездер. Жоқ, балауса ханым. Тек қана видео ғой, бәрімен видео түскеніне ол повод беріп жатырмын деген сөз емес қой. Атак таласатындай қызбын ғой, не болыпты? Сол, енді осы жерден бәріне отказ бер енді, Назым. Сен өзіңнің үміткерін күт. Сендей қызға бір әдемі үміткер келетін сияқты. Мына жерде үштіктің әңгімесіне мен сен қызды қимаймын, шынымды айтайыншы. Жаным, болды. Әдем жауап кетмейді ме артында? Баласа ханым, мен ойлаймын контентте тұрған ештеңке жоқ деп. Бірақ Назым айтқан еді маған да, бұл жерде де айтқан, біз екеуміз құрбымыз, Ғалымжан Назымның вкусында емес деп. Вот. Ғалымжан жоқ, баласы ханым. Иә, мүмкін Ғалымжан басқа бір кісіні ойлап біз переводчик алайықшы негізі. Бұл неге ше, осы ішке бір переводчик алайықшы. Біреу бір-бірін тыңдамайды. Саида, не айттың сен? Вот, до конца договори, пожалуйста. Түсінбедік. Ғалымжан мүмкін басқа бір қызды ойлап жатқан шығар. Мүмкін мен вообще Назым емес шығар деймін. Саида, тіпті енді түсініп жатырмыз. Білмеймін енді, Ғалымжанның ойында басқа қыз ба әлде деп айтып жатыр енді, білмеймін. Дариға не дейді? Барлығым жарнамадан кейін бірге білеміз, танысып жалғасамыз.